23 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып және комментария қалдыруды ұмытпайық. Жақсы мен жаманды зерттеймін. Дыбысы. 16-шы тапсырма. Мәтінді оқы. Экспо бүкіл әлемдік көрме. Ол ең алғаш Ұлыбританияда өткен. Экспо 2017 көрмесін Астанада өткізу Қазақстанның ірі жетістіктерінің бірі. Бұл ТМД елдерінде үлкен алғашқы көрме болды. Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталды. Онда күн сайын әлемнің көптеген елдерінің әр алуан іс-шаралары өткізілді. Оның бәрі эфирден көрсетілді. Мәтін не туралы? Мәтін Экспо 2017 туралы. Сұрақтарға жазбаша жауап бер. Экспо неліктен бүкіл әлемдік көрме деп аталды? Өйткені Экспо көрмесін Астанада өткізу Қазақстанның ірі жетістіктерінің бірі болды, және де ол ең алғаш Ұлыбританияда өткені үшін Экспо бүкіл әлемдік көрме деп аталды. Экспо көрмесіне бүкіл әлемдерден адамдар келіп тамашалады. Экспо 2017 көрмесі қайда өтті? Экспо 2017 көрмесі еліміздің бас қаласы Астанасы Нұр-Сұлтан қаласында өтті. Көрменің тақырыбы қалай аталды? Көрменің тақырыбы Экспо 2017 деп аталды. Мәтіннен дыбысы бар сөздерді тауып жаз. Бұл сөздердің мағынасын дереккөздерден біліп ал. Мәтінде әріпі бар сөздер Экспо және энергия және эфир және де тағы басқа сөздер. Болашақтың энергиясы тақырыбында болжам жаса және топта талқыла. Болашақтың энергиясы жастардың қолында деп ойлаймын. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Дауысты дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде және сөздің басында кездеседі. Эфир, эскалатор, экипаж. 17-ші тапсырма. Берілген сөздерді қатесіз көшіріп жаз. Эрмитаж, эстрада, экскаватор, эстафета. Өзің дыбысы бар бірнеше мысал айт. Сол сөздердегі дыбысын дыбысы бар сөздермен салыстар. Көп нүктенің орнына әріптерінің тиісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Көшеде электр шамы жарқырайды. Ұшақ экипажсыз орнынан қозғалмайды. Балаларға эстафета ойнау қызық. Дыбысы бар сөздердің мағынасын түсіндір. Осы сөздерге дыбыстық талдау жаса. Шығармашылық үзіліс. 19-шы тапсырма. Шынықсың, шымыр боласың. Эстафета жарысында құттықтау сөз дайында. Ол үшін келесі беттегі сурет пен сызбаны пайдалан. Суретке қара. Құттықтаймыз шын жүректен жеңістермен. Қатысушылар жарысқа. Бұл жерде сөздердің орындары ауысып кеткен. Жарысқа қатысушыларды шын жүректен жеңістермен құттықтаймыз болады. Құттықтау сөзі шығу үшін шар ұстаушылардың орнын қалай өзгерткен дұрыс? Шарлардағы сөздерді пайдаланып мына сызбаны толықтыр. Құттықтаймыз кімді? Жарысушыларды. Немен? Жеңісімен. Қалай? Шын жүректен. Осымен балалар, бүгінгі біздің 23-ші сабағымыз аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса комментарияға жаза кетсеңдер, мен сендерге жауап қайтарамын. Міндетті түрде түсінбеген тапсырмаларың болса комментарияға қалдырып кетеміз.